Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы пирамида және оның элементтері. Оқу бағдарламасына сәйкес оқу мақсаты көп жақтардың элементтерін табуға есептер шығару. Пирамидаға қатысты шындық немесе жалған әдісі бойынша сіздерге мынадай тұжырымдар айтылады. Соған сіздер шындық немесе жалған екеніне жауап бересіздер. Бірінші, ескі пирамиданың биіктігі болады. Бұл шындық па, жалған ба? Яғни, ескі пирамиданың биіктігі емес. Пирамиданың биіктігі мына жерде СО. Яғни, бұл жалған. Екінші, АВСДЕ пирамиданың табаны дейді. Мына жерде АВСДЕ пирамиданың табаны. Бұл шындық. Үшінші, СМ апофемасы болады дейді. Бұл жерде СМ, яғни апофема болады, бұл шындық. Пирамиданың жағы кез келген көпірш бола алады. Бұл жалған, өйткені кез келген болмайды. Сабақ тақырыбын және мақсатын айқындау үшін мына есептерді қарастырамыз. Бірінші есеп, дұрыс үшбұрышты пирамиданың бүйір құры 50, ал табанның қабырғасы 30 бұрасты 3 болса, пирамиданың биіктігін табыңыз. Есептің шарты бойынша сызбасын сызып аламыз. Берілген САБС дұрыс үшбұрышты пирамида, табаны тең қабырғалы үшбұрыш. Яғни 30 бұрасты 3 тең. САСПС тең 50. Бұл бүйір қырлары. Табу керек СО биіктігі. Ең бірінші біз алғыны табуымыз керек. Бұл үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбердің радиусы арқылы табамыз. Яғни R-тен А бөлінген түбірасты 3. Бұл жерде А дегеніміз үшбұрыштың қабырғасы. АО тең болады 30 түбірасты 3 бөлінген түбірасты 3 тең болады 30. Келесі үшбұрыш АО-сы тікбұрышты үшбұрыш қарастырамыз. Бұл жерде тікбұрышты үшбұрыш болғандықтан Пифагор теоремасын қолданамыз. СО квадрат тең болады СА квадрат азайтылған АО квадрат. Яғни СО тең болады, түбір астында 50-дің квадраты азайтылған 30-дің квадраты. Бұны қысқаша көбейту формуласы арқылы да оңай шығарылады. Яғни 50-ден 30-ды алып, 50-30-ды қосып, екеуін көбейтіндісін табамыз. Бұл жерде 40 болады жауабы. Келесі екінші есебімізді бастайық. Пирамиданың табан қабырғасы 5 см-ге тең ром, ал оның бір диагонал 8 см. Егер оның биіктігі табан диагональдарының қиылысу нүктесі арқылы өтсе, және 7 см болса, онда бүйір құрын табыңыз. Есептің шарты бойынша сызбасын сызып аламыз. Сосын берілген жазамыз. САВСД пирамида, АВСД ром, яғни ром болған ген барлық қабырғалары тең 5 см-ге тең. асы диагоналы 8 см, СО биіктігі 7 см. Бізге табуымыз керек бүйір қырларын. СА, СС табу керек, сосын СВ мен СД-ны табуымыз керек. Есептің шарты бойынша бізде диагоналы 8-ге тең. Яғни АО мен О-сыны табу үшін А-сының жартысын аламыз. Яғни 8-ге бөлеміз 4 болады. Келесі мына үшбұрышты қарастырамыз. АОВ үшбұрышын қарастырамыз. Бұл АОВ үшбұрышы тікбұрышты үшбұрыш. Себебі ромбының диагональдары бір-біріне перпендикуляр қиылысады. ВО дегеніміз бұнда АВ квадрат минус АО квадрат. Тең болады 5-дің квадраты азайтылған 4-дің квадраты тең болады түбірасы 9, одан 3 шығады. Келесі мына үшбұрышты қарастырамыз. АОС үшбұрышын қарастырамыз. Бұлда тікбұрышты үшбұрыш Пифагор теоремасын саламыз. Яғни АС дегеніміз бұл жерде СО квадрат қосылған АО квадраттың квадрат түбірасында тең болады. Түбірасында 7-дің квадраты қосылған 4-дің квадраты. Бұдан түбірасты 65. Келесі мына үшбұрышты қарастырамыз. ВОС үшбұрышы. Бұл да тікбұрышты үшбұрыш Пифагор теоремасына саламыз. Яғни ВС тең болады. Түбірасында СО квадрат қосылған ВО квадрат.
тең болады. Түбір астында 7-нің квадраты қосылған 3-нің квадраты. Бұдан түбір асты 58. Жауабы түбір асты 65 см, түбір асты 58 см. Үшінші есебіміз. Дұрыс төртбұрышты пирамиданың биіктігі түбір асты 60 см, ал бүйір қыры табан жазықтығымен 60 градус жасайды. Пирамиданың бүйір қырымен апофемасын табамыз. Есептің шарты бойынша сызбасын сызып аламыз. Берілгені SABCD дұрыс пирамида, бұрыш SAO тең 60 градус, SO түбір асты 60 см, табу керек SA бүйір қыры, сосын SH апофемасы. Есеп, мына жерде тік бұрышты үш бұрыш SAO, яғни қарама-қарсы жатқан катеттің гипотенузалық қатынасы синус 60 градусты береді. Осы жерден SA тең болады, SO-ның синус 60 градусқа қатынасы. Синус 60 градус дегеніміз түбір асты 3 бөлінген 2. Осы жерден 2 көбейтілген түбір асты 6 бөлінген түбір асты 3. Бұл жерде қысқарады, сонда 2 түбір асты 2 см. Келесі AO үшбұрышы тік бұрышты үшбұрыш, яғни бір бұрышы, яғни ASO тең 30 градус болғандықтан AO тең болады, SA-ның жартысына тең болады. 2 түбір асты 2 бөлінген 2, тең түбір асты 2. Енді ады дегеніміз, яғни AO-ның 345 градусқа қатынасы. Бұл жерде AO дегеніміз түбір асты 2, 345 градус, түбір асты 2 бөлінген 2. Теңдігі 2 болады. Келесі үшбұрышты қарастырамыз, SOH. Бұл да тік бұрышты үшбұрыш. SH-ты табамыз, яғни түбір асты SO квадрат қосылған OH квадрат. Тең болады. Түбір асты 6-ның квадраты қосылған 1-дің квадраты. Тең болады түбір асты 7. Жауабы, яғни 2 түбір асты 2 см, түбір асты 7 см. Төртінші есеп. Дұрыс төртбұрышты қиық пирамидада биіктігі 2 см, табан қабырғалары 3 см және 5 см. Пирамиданың диагоналін табыңыз. Есептің шарты бойынша, мына жерде біз сызбасын аламыз қиық пирамиданың. Берілгені дұрыс қиық пирамида, OO1 биіктігі 2 см-ге тең. Дұрыс төртбұрышты қиық пирамида болғандықтан табандары шаршы болып келеді. Астыңғы табаны, яғни қабырғасы 5 см-ден, жоғарғы шашының қабырғасы 3 см-ден. Табу керек AS1 диагоналін. Дұрыс қиық пирамида болған табандары шаршы, бұл жерден асыны табамыз. Түбір астында A квадрат қосылған DC квадрат тең болады. Түбір астында 5-дің квадраты қосылған 5-дің квадраты тең болады. Түбір астында 50, тең 5 түбір асты 2 см. Келесі, жоғарғы табанын қарастырамыз. A1 S1 тең болады. Яғни түбір астында A1 D1-дің квадраты қосылған D1 S1-дің квадраты тең болады. Түбір астында 3-дің квадраты қосылған 3-дің квадраты теңдігі 3 түбір асты 2 см. Келесі табатынымыз SH тең болады. Алымында асы азайтылған A1 S1 бөлімде 2. Яғни 5 түбір асты 2 азайтылған 3 түбір асты 2-ні бөлеміз 2-ге. Тең болады 2 түбір асты 2 бөлінген 2, бұдан түбір асты 2 см. AH дегеніміз енді асы азайтылған SH. Тең болады 5 түбір асты 2 азайтылған түбір асты 2, тең болады 4 түбір асты 2. Келесі үшбұрышты қарастырамыз, яғни AH S1. Бұл жерден AS1 тең болады. Түбір астында S1H квадрат қосылған AH квадрат тең болады. Түбір астында 2-нің квадраты қосылған 4 түбір асты 2-нің квадраты тең болады. Түбір астында 4 қосылған 32, ол тең түбір асты 36-ға, түбірден 6 шығады. Яғни жауабы AS1 тең болады 6 см. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Тыңдағандарыңызға көп рахмет.